Робинзонның прототипі кім? Тынық мұхитта оңтүстік Американың шығыс жағалауында созылып жатқан Чили мемлекетінен 674 шақырым қашықтықта Робинзон Крузо аралы орналасқан. Бұл арал 1966 жылға дейін Мас-а-Терра деп аталған. 1704-1709 жылдары бұл аралда шотланд теңізшісі Александр Селкирк жападан жалғыз өмір сүрген. Ағылшын қаламгері Даниэл Дефо тап осы теңізшінің аралдағы өмірін өзінің Робинзон Крузо романына арқау қылған. Алайда бұл аралға Селкирктен де басқа өзге көптеген адамдардың табаны тиген. Сондай-ақ Селкирктен де ұзақ уақыт аралда тұрақтап қалғандары да жетерлік. 1704 жылы кезекті теңіз саяхатында кеме капитанымен кикілжіңге келген Селкиркті кеме билігіндегілер сол аралға тастап кетеді. Баз бір мәліметтерде ол кемені өз қалауымен тастап кетті делінген. Бұл мәліметтің жаны да бар болуы мүмкін. Себебі Селкирк аралда қалып кеткенде оның қолында балта, күрек, мылтық секілді күн көруге қажетті құралдар болған. Қалай болғанда да Ұлыбританиялық бірбеткей теңізші өмірінің 5 жылын сол аралда өткізген. Бір қызығы бұны аралға тастап кеткен Сенкпор кемесі апатқа ұшырап, ондағы адамдар түгелдей опат болған. Селкирк оны әрине білген жоқ. Теңізшілердің оған тастап кеткен азық-түлігі бір тәулікке ғана жеткен. Оның бақытына орай бұл аралда жабайы ешкілер тіптен көп болады. Оқ дәрісі жеткілікті болғандықтан ешкілерді атып алып, сойып жеп күнелткен. Алайда жалғыздыққа бой үйрету тіптен қиынға соғады. Құсадан өлуге шақ қалған байғұс өзіне талай мәрте қол жұмсамақта болған екен. Кеудеден жаны шықпаған соң сүйретіліп 4 жылда артта қалады. Бір күні аралға бір кеме келіп тоқтайды. Аралдан кететін болдым деп қуанғанымен ол испандар кемесі болып шығады. Ол кезде Испания мен Англия бір-бірімен бітіспес дұшпан болғандықтан Селкирк кемедегілер мені көріп өлтіріп кетер деп олардан тығылып қалады. 1709 жылы оны ағылшын кемесі аралдан алып кетеді. Кеме капитаны Вудс Роджерс мұны аралдың губернаторы деп атаған екен. Селкирк өте әңгімешіл кісі болған деседі. Оның аралда өткізген өмірі жайлы хикаялары ауыздан ауызға тез тарайды. Газет беттерінде жарияланады. Кейін бұл аңыз теңізші Жермейн Дефоның да құлағына жетеді. Дефоның кейіпкері Робинзон Крузо 1704-1709 жылдары емес, 1659-1687 жылдары аралда ғұмыр кешкен. Селкирктің бастан кешкендерін қас қалпында жарияламай, көркемдеу үшін көп нәрсені ойдан қосқан. 1518 күн ғұмыры өткен Мас-а-Терра аралы кейін Селкирктің емес, жазушының ойдан шығарған кейіпкері Робинзон Крузоның атымен аталып кетеді. Неге сол аралды жалғыздықтың азабын бастан кешірген Селкирктің есімімен атамады екен?